Қазақстанымызда қазба байлық көп, өте көп. Айтады, неге Дубайда сияқты тұрмаймыз дейді. Дубайда сияқты тұрып бізге керек емес. Білесіздер ме, бізге не керек? Дубайда білесіздер ме, қалай тұрады? Олар бәрін сатып алады. Өздерін сол анау мұнай арқасында бәрін сатып алады. Бірақ біз Дубайдан да артық бола аламыз. Дубай сияқты болу керек емес дегенім сол. Біз қазба байлығын ғана қолданбай, біз мынау өзіміздің жас өспірімдер қазір өсіп келе жатқан солардың несін білімін дамыту керекпіз. Неге біздің қазақтардың арасынан Илон Масктар шықпайды? Неге бізден Билл Гейтстер шықпайды? Марк Цукербергтер неге шықпайды? Айта берсең олар көп. Я Стив Джобс дейміз, мінекей қараңызшы. Олардың компанияларының мынау нелері әкелетін өздерінде табыстары мынау көрші мемлекеттерден қарағанда біздің мемлекет бірге қосқанда олардың бір компаниясы ғана, корпорациясы көп әкеледі. Сол үшін біздің мынау жас өспірімдерге салу керек деп ойлаймын ашаны. Бәр білімге. Сосын мынау қазбалы, мынау табылып жатқан қазбалы байлықтарымыз ең аз дегенде 50% бізге Қазақстанға түсу керек. Өйткені мынау көріп отырсыздар, мынау батыс жақтың компаниялары бүкіл мынау мұнай болсын, қазба нелер, вольфрам болсын, тағы да мынау уран болсын, мынау көрші мемлекеттер алып алды. Солардың бәрі өздеріне ғана жұмыс жасайды. Біз өте аз пайыз аламыз соның ішінен. Өте пайыз аз. Сосын мынау таможенный союз дейді. Таможенный союздарында да біз немесе кетуіміз керек, немесе қалсақ та оның ішінен неге бізден 86% па мынау солтүстік көршіміз алады. Біз соның ішінен кішкентай ғана аламыз. Тең қылу керек бәрімен. Немесе өзіміз Қазақстаннан өтіп жатыр ма, Қазақстаннан көбірек алу керек біз. Міне қайда жатыр біздің байлықтар. Соның бәрін беріп қойып отырмыз, аузымызды ашып құл болып. Сол үшін мынау келісім шарттарды қайтадан қарастырып, соны өзіміздің пайдамызға келу керек, біз әкелуіміз керек. Келісесіздер ме? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, парақшаға жазылыңыз.